Сәлем баршаңызға, парақшама қош келдіңіздер. Бүгін парақшамда гүлді жайқалтып өсу үшін осы бір тыңайтқыш қажет десем, ол өтірік болып кетеді. Сіздер оған сенбейсіздер. Себебі байқасаңыздар, мен әр тыңайтқышты көрсетер алдым. Ең бірінші гүлдің жақсы өсуіне 5 фактор бар, сол жайлы тоқталып өтемін. Қайталап айтам, ең бірінші гүлдің жақсы өсуіне топырақ құнарлы болу керек. Ал екінші горшок, тар горшок болу керек. Ал үшінші фактор ол гүлдің су құю режимі. Яғни гүлді жапырағы қатты шөлдеп қалып, төмен тастағанша суғармай шөлдететін болсаңыз, астынан жапырақ сарғайтып қалады. Ал үстіне суды көп шылқытып артығымен құйып жіберетін болсаңыз, онда да тамыр шіріп жапырақ сарғайтады. Сондықтан белгілі бір судың режимін сақтап барып құю керек. Ал төртінші фактор ол гүлге жарық қажет. Барлық гүл жарықты талап етеді. Ал кейбір гүлдер күнді талап етеді. Сондықтан күнді талап ететін гүлдерді күнге, жарық қажет ететін гүлдерді жарық жерге орналастыру керек жақсы өсу үшін. Ал бесінші ол соңғы, әрине тыңайтқыш. Егер гүлдеріңіз жаңа жапырақ ашып, гүлдеп, гүлдерін ұзақ уақыт ұстап, жаңа шыққан жапырақтар жап-жасыл болып, және гүлдеріңіздің бутондары көп болып, гүлдерін ұзақ уақыт ұстап, жапырақтары жасыл болып, жаңа жапырақтар ашып, жақсы өсуін қажет етсеңіз, онда мен қазір видеода көптеген тыңайтқыштарды көрсететін болам. Яғни өзім пайдаланып жүрген тыңайтқыштар, тәжірибемнен өткізген және ең соның ішінде нәтижесін көрген тыңайтқыштардың тізімін көрсететін болам, және сонымен қатар жасалу жолын толық көрсететін боламын. Ал сіздер парақшама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, және сонымен қатар лайк басып өтсеңіздер қуанып қаламын. Ал кеттік, бастайық. Бізге ең бірінші осындай ас бөлмесінде қолданып жүрген картошка, яғни картоп керек. Осыны екіге бөліп аламын. Картошканың қабығын аршып алсаңыздар да болады, аршымай осылай қолдана берсеңіздер де болады. Ең бастысы майда теркадан жақсылап теркалап өткізіп алу керекпіз. Теркаңыз осындай майда болғаны жақсы, себебі картошка өте майда болып түседі. Осылай жақсылап теркалап аламыз, яғни 1 литрға 1 чай қасық көлемінде теркалап аламыз. Бұл картошканың бойында крахмал болғандықтан, ол гүлдердің жақсы өсуіне және жапырақтарының жақсы жап-жасыл болып, қою болуына жақсы. Енді бізге 1 литрлік ыдыс керек, одан кейін үстінен бөлме температурасында тұрған тұндырылған жылы су керек. Осы 1 литр суымызға 1 қасық картошка теркалап алған картошкамызды салып аламыз, одан кейін үстінен жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырамыз, одан кейін осы тұнбамызды 1 сағатқа қойып қойсақ та болады. Түсі осындай түс болып шығады. Бір күнге қалдырмаңыздар, 1 сағатқа қойсақ болды, жетеді. Ал енді пайдалана береміз гүлдерге, бірақ міндетті түрде алдын сүзіп алу керек. Сүзбесеңіздер, картошканың өзі кетіп қалып, гүлдің топырағын бетін көгертіп, картошканың өзі қарайып кетуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде картошкасын сүзіп алып тастаймыз. Ал суы осындай түсті болады. Ал енді осыны барлық гүлдерге құя береміз. Гүлдердің түбіне шөлі қанғанша құйып шықсаңыз болады. Айына 1 рет жасап тұрсаңыз болады. Әсері өте жақсы. Гүлдерін ұзақ уақыт ұстап, жапырақтары жап-жасыл болып қуантатын болады. Мен өзім нәтижесін көргендіктен және сіздерге өз гүлдеріме құйып көрсетіп жатырмын. Ал бізде келесі тыңайтқыштардың бірі ол жұмыртқа. Яғни ас бөлмесінде өзімізге жұмыртқа қайнатамыз, немесе сыртта кейде жаңадан ашқан балапандарға жұмыртқа қайнатып беріп жатамыз. Сол кездегі жұмыртқа қайнатылған суды төгіп тастамаймыз. Осылай ыдысқа құйып суытып аламыз да
жылы күйінде немесе салқын күйінде гүлдерге пайдалана береміз. Яғни жұмыртқаның бойында керекті витаминдердің бәрі суға шығады қайнаған кезде, және сонымен қатар жұмыртқаның бойында кальций болғандықтан ол гүлдердің жапырақтары қатты болып нық жап-жасыл және жапырақтар қатты өсуіне жақсы әсерін береді. Ал келесі тыңайтқышымыздың бірі бізге 1 литрлік банкіге тұндырылған бөлме температурасында тұрған жылы су қажет және лимон қажет. Лимонды осылай кесіп аламыз да 1 литрлік банкіге 3 немесе 5 тамшы тамғызып аламыз. Лимонның бойында С витамині болғандықтан ол гүлдерге дәрумен ретінде гүлдің жақсы өсуіне әсерін беретін болғандықтан осылай 1 литрға 3 немесе 5 тамшы тамғызып алып, жақсылап араластырамыз біркелкі болып. Лимонның суы және сонымен қатар гүлдерге қышқылдық береді. Осы сумен гүлдерді суғарып қуантатын боламыз. Бұл гүлдің жақсы өсуіне әсерін береді. Сонымен қатар бұл лимон суымызды алып ыдысқа құйып, яғни су шашатын пульверизаторымызға құйып алып, гүлдерге шашатын болсақ, жапырағы арқылы гүлдерге С витаминін беретін боламыз, яғни гүлдің жақсы өсуін қамтамасыз етеміз. Және гүлдерді ауа құрғақтан жақсы сақтаймыз және жапырақтарына су шашып, жапырақтарының ұштары сарғаймайды және шіркейдің түсуін алдын алатын боламыз және әрі гүлдердің жапырақтарын шаңнан тазартатын боламыз. Осылай гүлдеріңізді лимон суымен айына 1 рет қуантып тұрсаңыздар, сіздерді гүлдеп қуантатын болады. Ал енді келесі осы лимон суымызды осы пиалайға құйып аламыз. Одан кейін ватный диск, яғни мақтаны батырып алып, гүлдердің жапырақтарын сүртіп шығатын болсақ, гүлдердің жапырағы арқылы да гүлдерге С витаминін бере аламыз және гүлдеріңіздің жапырақтары жылтырап әдемі болып қалады және жапырағы арқылы да гүлдерді шаңнан тазартып, жақсы өсуіне қамтамасыз етеміз. Гүлдердің жапырақтарының тесіктері шаңнан бітеліп қалған кезде гүлде фотосинтез дұрыс жүрмей қалады да, гүлдің жақсы өсуі дұрыс болмай қалады. Сондықтан осылай гүлдердің жапырақтарын шаңнан сүртіп, немесе шомылдырып, немесе осылай жуып тұрсаңыздар, гүлдің жапырағындағы тесіктер ашылып, гүлдерге жақсы жарық түседі де, гүлдеріңіз әрине жақсы өсетін болады. Ал келесі гүлдердің гүлдеу үшін және бутондары жақсы көп молынан болу үшін және мендегідей осындай бутондары түсіп қалмас үшін, гүлдерін толық ашпай жатып, гүлдерінің бутондары түсіп қалып жатыр. Ол неліктен десеңіздер, көбіне жарық жетіспегеннен, шіркей түскеннен, болмаса уақытылы су ішпегеннен, болмаса осы тыңайтқыш жетіспегендіктен болады. Яғни дәрумен жетіспегендіктен. Ал қазір құрамында витамині бар дәрумен пайдаланатын болам, яғни гүлдердің гүлдеуіне жақсы әсерін беретін тыңайтқыштың бірі. Бізге 1 литрлік банкаға тұндырылған бөлме температурасында жылы су, сонымен қатар гүл сататын жерде монокалий фосфат деген. Бұл бізде гүлдердің жаңағы бутондары жақсы ашылуына әсерін береді. Яғни калий деген гүлдің гүлдеуіне, фосфор деген жапырақтың жасыл болуына. Ал ондай монокалий фосфат болмаса, калийдің бойында бананның қабығында бар. Сондықтан бананның қабығын пайдалансаңыздар болады. Алда пайдалану жолдарын тағы да көрсетіп өтетін болам бананның қабығында. Ал әзірше монокалий фосфатты 1 литрлік бөлме температурасында тұндырылған жылы суға 1 шай қасықты осылай салатын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз, біркелкі болып жақсылап араласуы керек және бірден сол күні гүлдерге пайдалана береміз. Бір күн тұрғызып қоймаймыз, әсерін білінбей қалады.
Бұл монокалипосфат тыңайтқышымызды барлық гүлдерге қолдана беруге болады. Айына 1 рет немесе 2 айда 1 рет пайдалансаңыздар болады. Гүлдердің түбіне шөлін қандырғанша құйып шығамыз. Болмаса аз-аздан да құйып шықсаңыздар да болады. Шөлдеп тұрған гүлдеріңіз болса аз-аздан құйып шықсаңыздар болады. Және сонымен қатар бұл монокалипосфат жаңағы тыңайтқышымызды су шашатын ыдысымызға, пульверизаторымызға құйып алып, гүлдерге шашып шықсақ, жапырағы арқылы да бұл тыңайтқыштың әсері зор болады. Яғни өзім тәжірибемде өткізіп, қолданып көрген тыңайтқыштардың бірі бұл да өте жақсы әсерін берді, және гүлдің өсуіне де жақсы, жапырақтардың жасыл болуына да жақсы, яғни құрамында фосфор болғандықтан. Осылай барлық гүлдердің жапырақтарына жақсылап айландыра, жапырақ асты үстіне шашып шықсаңыздар, гүлдерге әрі витамин болады, әрі гүлдерді шаңнан тазартып, әрі гүлдеріңізді шіркейден сақтайтын боласыздар. Осылай күнделікті шашып тұруға кеңес беремін. Шашуға күнделікті бола береді жапырағы арқылы, ал суғаруға айына 1 рет или 2 айда 1 рет қолдансаңыздар болады. Үнемі үзбей қолданып көрсеңіздер өте әсерін байқайсыздар. Негізі бұл монокалипосфатты бір құйғаннан ақ әсерін байқайсыздар. Ал сонымен қатар мен көбіне пайдаланатын бұл сиалит тыңайтқыш. Бұл сиалит тыңайтқышты бірақ мен суға араластырмаймын. Бұл сиалит тыңайтқышты топырағына араластырамын. Мөлшері бәрі жазылған. Мен примерно 1 литрлік топыраққа жарты чай қасық сиалит қоспасын саламын. Осындай ақ түсті болады. Топыраққа араластырып ексеңіздер, бұл құрамында барлық витаминдер болғандықтан гүлдің жақсы гүлдеуіне, жақсы өсуіне әсерін береді, және үстінен су құйған сайын осы витамин жаңағы күшін гүлдердің тамырына топырақ арқылы, топыраққа құйылған су арқылы беріп тұрады. Және сонымен қатар орхидея мен және антурим гүлін гүлдеткіңіз келсе, осы топыраққа для орхидея деген топыраққа отырғызсаңыз болады. Яғни 1 пачкасын алсаңыз, 2-інде өсіруге болады. Және сонымен қатар бізде келесі тыңайтқыштың бірі, ол пияздың қабығынан жасалған тегін тыңайтқыш, яғни үйдегі бар тегін тыңайтқыш. 5-6 пияздың қабығын осындай 1 литрлік банкаға құйып салып қоясыз, және үстінен жылы су болса болды. Мұздай су қажет емес, жылы су. Енді осыны 1 сағаттан кейін қолдана берсеңіз болады. 1 күн қойып қойсаңыздар да болады, бірақ жаздың күні күн ыстықта 1 сағатта қолдана берсеңіз болады. Міне 1 сағатта уже түсін беріп тұр, сондықтан осы сары түске айналған кезде гүлдеріңізге алып қолдана берсеңіздер болады. Бірақ міндетті түрде осылай видеодағыдай сүзіп алғандарыңыз дұрыс. Ал енді осындай түстіні гүлдердің бәріне құя беруге болады. Айына 1 рет қолдана берсеңіздер еш зияны жоқ. Бұл пияздың суы гүлдің тамыры ауырмауына жақсы, және сонымен қатар бұл пияздың суы алдын аласыздар. Жақсы топ тыңайтқыштардың қатарына кіргіземін, себебі мен үнемі осы пияздың суын көрсетіп отырамын, және өзім әсерін байқағаннан кейін сіздермен бөлісіп отырмын. Және өз гүлдеріме құйып көрсетіп жатқаннан кейін еш уайымдамай, қорықпай құйып көрсеңіздер болады. Сонымен қатар бұл пияздың суын жапырақтың асты үстіне шашсаңыздар, гүлдеріңізге шіркей түспейтін болады. Ал енді келесі тыңайтқышымыздың бірі, ол үшін бізге 1 литрлік банка керек. Және үстінен бөлме температурасында тұрған тұндырылған жылы суымызды 1 литрлік банкамызды толтырып алатын боламыз. Осылай толтырып құйып аламыз.
Ал енді бізге керегі угіль, яғни активируемый угіль деп аптекадан алсаңыздар болады. Бұл гүлдің тамыры ауырмауына жақсы. Яғни гүлдің тамырын ауырмауын алдын аласыздар, және гүлдің тамыры ауырмай жақсы өссе, тамыры арқылы гүл жақсы өсіп, жоғары қарай жаңа жапырақтар ашып жақсы өсетін болады. Осындай бір таблеткасын 1 литрға әбден езіп алып барып саласыздар. Осылай мен құсап 1 қасықтың үстінен 1 қасықпен езетін болсаңыздар, өте оңай, жеңіл езілетін болады. Енді осы езілген жаңағы таблеткамызды жақсылап салатын боламыз, және бір келкі етіп жақсылап араластырамыз. Гүліңіз жақсы өссін, тамыры ауырмасын десеңіз, осы тыңайтқышты жасап көруге кеңес беремін. Осылай бір келкі қылып араластырып алғаннан кейін тұнбамыз осындай болып тұрады, және араластырып барып бірден гүлдерге құя берсек болады. Ешқандай сүзіп алудың қажет жоқ. Ол активируемый угілдің гүлдерге пайдасы болмаса, ешқандай зияны жоқ. Міне осылай бірден гүлдердің түбіне құйып шығамыз. Барлық гүлдерге қолдана беруге болады. 2 айда 1 рет қолданып тұрсаңыз болады. Ал енді бізде гүлімізге қолданатын келесі тыңайтқыштың бірі, ол янтарная кислота және янтарин. Көбісі осы екеуін 2 бөлек па бірге ма деп жатады. Жоқ, янтарин деген гүл дүкенінде сатылады, сұйық күйінде болады. Бұны аласыздар, және 1 литрға 1 таблеткасын езіп алып, ысқылтым суға, қатты қайнап тұрмаған ыстықтау суға езіп алып барып 1 литрға араластырып, жақсылап суды салқындатып, гүлдеріңізге пайдалансаңыздар, әсері өте жақсы. Гүлдің жақсы өсуіне және сонымен қатар гүлдің жапырақтары сарғайтпай жақсы өсуіне әсерін беретін тыңайтқыштардың қатарынан осы екеуін жатқызамын, және пайдасы зор. Ал енді тыңайтқыштардың келесі бір түрі, бізге 1 литрлік су керек. Жылы су бөлме температурасында тұрған. Енді осыған здравин деген тыңайтқышты қолданатын болам. Егер именно осы здравин деген жоқ болса, басқа түрін ала берсеңіздер болады. Яғни гүлдетін гүлдеріңіз болса, гүлдеуге арналған, жасыл жапырақты болса, жасыл жапырақтыларға деген. Сонымен қатар қасына бірге мен липосам деген жаңағы тыңайтқыш қосайын деп жатырмын. Бұл липосам деген жаңағы тыңайтқышпен бірге қолдансаңыздар, гүлдің жапырағына шашқан кезде бұл липосам деген клей сияқты тыңайтқышты жапырағына жабысып қалады, және шіркейден түсірмеудің алдын алу үшін жаңағы арналған препаратпен бірге қолдансаңыздар өте жақсы. Осындай 1 қасық етіп салып аламын, және липосамнан кішкене ғана қосамын. Өзі де түрі де клей сияқты болып тұрады. Сондықтан көп қоспаймыз, кішкене ғана, және ложканың, яғни шай қасықтың ұшымен ғана қосып, жақсылап 1 келкі қылып араластырып аламыз. Егер де ол липосамды таппасаңыздар, орнына жаңағы әрқандай тыңайтқышты қолданып көрсеңіздер болады. Міне осылай жаңағы көбелек гүліме пайдаланып жатырмын, себебі алдында да пайдаланып көргенмін. Енді гүлдейін деп тұр. Көбелек гүлім жаңадан енді өсіп келе жатқан гүл болғандықтан осы тыңайтқышты осы гүліме қолданып тағы көрсетіп жатырмын. Ал енді гүлімізге пайдаланатын келесі тыңайтқыштың бірі, ол асетиловая кислота дейміз, яғни аспирин. Оны бәріміз қолданып жүрміз, көбіне комментарияда жазады, менде 1 литрға 2 таблетка қолданып жүрмін деп. Ал мен болсам 1 литрға 1 таблетка қолданып жүрмін, яғни бөлме температурасындағы жылы суға 1 таблетка аспиринді осылай қасықпен жақсылап езіп аламын. Осылай 2 қасықты бірін-бірінің үстіне ессеңіздер, оңай әрі тез езілетін болады. Бұл гүлдің жақсы өсуіне, тамыры ауырмауына жақсы әсерін береді. Бұл да гүлді шіртпейтін,
шірітетін артық инфекциялар болса, соны жоятын болады. Аспириннің пайдасын өздеріңізде байқап жүрген шығарсыздар, себебі көбіне айтылады, көбіне халық қолданады. Осылай оны аспиринді су шашатын ыдысымызға құйып алып, жақсылап шашып шықсаңыздар да болады. Сонымен қатар осындай лавров листі қолдансаңыздар болады. 3 жапырағын алып, 1 литр суға демдеп, суды салқындатып барып, гүлдеріңізге құйып шықсаңыздар да болады. Ол жайлы да ашық алда көрсететін боламын видеоға түсіріп. Айына 1 рет қолданып тұруға болады. Осы жасалған тыңайтқыштардың бәрін үнемі пайдаланып жүрсеңіздер, өздеріңізде әсерін байқайтын боласыздар. Арамызда қолданып жүргендеріңіз болса, комментарияға қолданып жүрмін деп жазсаңыздар, өте қуанып қалам. Тәжірибе алмасып тұрғанымыз өте жақсы. Ал осы гүлім кішкентай болса да гүлдеп тұр. Ал енді келесі бізге тыңайтқышымызды жасау үшін бізге 1 литрлік ыдыс керек және үстінен бөлме температурасында тұндырылған жылы суымыз қажет. Ешқандай қайнамаған ыстық су емес, жай жылы суды құйып аламыз толтырып. Енді бізге керек қайнамаған жұмыртқаның қабығын бір ыдысқа жинап қоямыз, яғни қуырылған жұмыртқаның қабығын бір ыдысқа жинап, кептіргеннен кейін майдалап, осындай ыдысқа салып қоятын боламыз. Жинақы тұрады бір жерде. Енді осыны 1 литрлік ыдысқа 1 чай қасықпен салып жақсылап араластыратын боламыз. Жұмыртқаның қабығының бойында кальций болғандықтан гүлдің жапырағы жақсы қатты болып, нық болып, жасыл түсті болып өсу үшін және жаңа жапырақ ашу үшін әсері зор. Сондықтан осы тыңайтқышты пайдаланып көруге кеңес беремін. Гүлдерге ешқандай зияны жоқ, жақсы тыңайтқыштардың бірі. Осылай жасаған тыңайтқыштарыңызды жапырақтарына гүлдердің шашып шығып, және сонымен қатар бір жайтты айта кетейін, осы жасалған тыңайтқыштардың бәрін мен барлық гүлдеріме құя беремін да, бірақ ешқандай тыңайтқыш осы кактус гүліне құймаймын. Себебі кактус гүлдері жаңағы суккулент тобына жатады, және именно осы суккулент тобына жататын басқа да гүлдер бар, бірақ басқа гүлдерге құя беремін. Осы кактус гүліне ешқандай тыңайтқыш жолатпаймын, жай сумен суғарамын. Кактус гүлдері тыңайтқыштарды көп құйып жібергенді өте ұнатпайды, және көбіне қолдан жасалған органикалық тыңайтқыштарды мүлде ұнатпайды. Сондықтан кактус гүлдерін жай сумен суғарып жүрмін. Ал енді сіздерге парақшам пайдалы болса, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз, ең алғашқы болып видеоны сіздер көре аласыздар, және жаңа шыққан видеоларымнан ешқандай қалып кетпей көретін боласыздар. Және сонымен қатар лайк басып өтсеңіз қуанып қаламын. Тіркеліп алыңыздар. Осымен менің видеом бітіп қалған жоқ. Алда қазір тағы да тыңайтқыштардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Егер көремін десеңіздер, көріп, жасап көріп, және комментарияға бөлісіп отыруларыңызды сұраймын. Сәлем баршаңызға, арнама қош келдіңіздер. Бүгін менің гүлдерім гүлдеп қуантып жатыр екен. Енді мен де тыңайтқыш жасап, оларды қуантқым келіп тұр. Себебі гүлдеу үшін ең бірінші горшок тар горшок болу керек, тамырына сәйкес, және топырағы құнарлы болу керек екінші. Ал үшінші, жақсы өсіп тұрғаннан кейін, жарық жерде, жеткілікті жерде тұрса жақсы өсіп, төртінші, тыңайтқыш жасап тұруымыз керекпіз. Себебі тыңайтқыш жасамасақ, кейбір гүлдеріміз гүлдемей қоюы мүмкін, және гүлдері майда болып, өте әлсіз болып, өте ұзақ уақыт гүлдемей, біразға дейін бізді қуантпай тұрып қалуы мүмкін. Сондықтан қазір мен 3 түрлі тыңайтқыш жасайтын боламын. Мүмкін сіздерге пайдасы тиіп қалар. Ал кеттік, бастайық. Маған ең бірінші 1 литрлік банка керек. Енді осының үстінен құятын суымыз тұндырылған, яғни баклажкаға құйып қойған, 1 апта тұндырылған бөлме температурасында тұрған жылы су
осыны толтырылып 1 литрлік банкамызға құйып аламыз. Және гүл дүкенінде сатылатын осындай угүл, яғни древесный угүл деген ағаштың күлі деген сатылады. Бұл гүлдердің тамырына антисептик ретінде. Болмаса бұл орнына активированный угүл болса үйде, соны қолдансаңыздар болады. Болмаса жай далада өзіміз өртеп жүрген тек қана ағаштың күлі болу керек. Бұтақтарды, ағаштарды өртеген кезде осылай күлін бір ыдысқа теріп салып алып, осылай 1 литрлік жылы суға осындай 1 қасық етіп ағаштың күлін араластырып, суға жақсылап араластыру керек. Біркелкі етіп араластырып, енді осыны сүзбей гүлдерге пайдалана беруге болады. Бірден араластырып аламыз да гүлдерге суғара береміз. Барлық гүлдерді суғаруға болады. Бұл жаңағы гүлдердің тамыр ауруына жақсы, яғни гүлдердің тамырын грибковый неше түрлі аурулар болады, яғни гүлдердің тамырының шірімеуіне жақсы, шірімей жақсы дамып, гүліңіздің ары қарай жақсы өсуіне жақсы. Мына орхидея гүлімді гүлдеп мен қуантайын деп тұрғаннан кейін, мен де бүгін тыңайтқыш жасап суғарып жатырмын. Бұл тыңайтқышымызды ешқандай сүзгіден өткізбей суғара береміз. Себебі жаңағы ағаштың күлі топыраққа араласып кетсе де ештеңке етпейді. Топырақтың қышқылдығын жоғарылатып, жақсы өсуіне пайдасы зор. Орхидея гүлімді жарты сағатқа осы ағаш күлінен пайдаланып жатқан тыңайтқышыма қалдыратын боламын, яғни суын асықпай ішетін болады. Ал енді жасайтын екінші тыңайтқышымыз. Бізге осындай 1 литрлік банка керек. Сонымен қатар осылай чеснок 1 данасы керек. Соның 1 данасын алып, қабығын аршып, майдалап тураймыз. Сіздерде чеснок езгіш болып жатса, тегі жақсы, себебі неғұрлым чесногымыз майда болса, соғұрлым күші жақсы шығады суға. Бұл чесноктың құрамында неше түрлі витаминдер болғандықтан гүлдердің иммунитетін көтеруге жақсы. Осылай 1 данасын 1 литрлік банкімізге салып аламыз да, ыстық су құймаймыз, бөлме температурасында тоңдырылған жылы суымызды толтырып құйып аламыз. Яғни 1 литр банкіге 1 дана сарымсағымыз жеткілікті, яғни чесногымыз жеткілікті. Осыны жақсылап араластырамыз, біркелкі етіп, енді осы араласқан тыңайтқышымызды 1 күн бойы тұндырып қойамыз. Яғни 1 күнде чеснок күшін суға жіберетін болады. Ары қарай 2-3 күн тұрудың қажет жоқ. Иісі шығып кеткенде қолданбаңыздар. 1 күнде ешқандай иіс қатты шыға қоймайды, өте жақсы болады гүлдерге. Гүлдердің иммунитетін көтеріп, гүлдердің жақсы өсуіне пайдасы зор. Гүлдердің тамырының ауырмауына да жақсы. Міне осылай суғара бересіздер. Сонымен қатар осындай суымызға мақтаны батырып алып, гүлдердің жапырақтарын сүртіп шығатын болсақ, гүлдердің жапырақтары тесіктері тыныс алуына жақсы тазарып, және шаңнан тазарып, бір жағынан шіркейден сақтаймыз. Гүлдің жапырақтарына шіркей түсуін алдын аламыз. Сарымсақтың бір ерекше бір өзінің иісі болады. Бұл чеснок су тыңайтқышымызды қолданар алдында міндетті түрде сүзгіден өткізіп алып пайдаланғанымыз дұрыс. Чеснок топырақ бетіне түссе көгеріп қалады, сондықтан алдымен сүзгіден өткізіп алыңыздар. Сонымен қатар осылай су шашатын ыдысымызға суын құйып алып, гүлдердің жапырақтарын асты үстіне шашып шықсаңыздар, гүлдеріңіз жақсы өсетін болады. Себебі витаминді гүлдер жапырағы арқылы да ала береді. Осылай гүлдердің жапырақтарын асты үстіне және гүлдердің топырақтарының бетіне сеуіп шықсаңыздар, әрі шіркейден сақтайтын болады гүлдеріңізді, әрі иммунитетін көтеріп жақсы өсетін болады. Әрі гүлдеріңіздің ауа құрғақтан жапырақтары сарғаймай жақсы өсетін болады. Ал енді бізге жасайтын үшінші тыңайтқышымыз. Бізге ол үшін 1 литрлік банка қажет.
және осылай лавр жапырағы, яғни ас бөлмесінде пайдаланып жүрген лавров лист. 1 литрға осындай кішірек болса 3 жапырағын пайдаланамыз, егер ірі болса 2 жапырағын пайдалансаңыздар болады. 1 литрға 3 жапырағын салып, үстінен қайнап тұрған ыстық су болмау керек, бірақ ысқылтым су болу керек. Себебі жаңағы ыстық суымызды құйған кезде жаңағы лавр жапырағымыз демделетін болады. Осылай толтырып ыстық суымызды құямыз да, осы жасаған тыңайтқышымызды 1 күнге қалдырамыз. Міне 1 литрға 3 жапырағын салып, лавр жапырағының осындай 1 күнге қойып қоямыз. 1 күнде жаңа лавр жапырағы өзінің әсерін суға береді, ал енді осы сумен гүлдеріміздің түбін суғарып қуанта берсек болады. Барлық гүлдерге пайдалана беруге болады. Бұл лавр жапырағының ешқандай зияны жоқ. Қайта гүлдердің антисептик болғандықтан гүлдердің барлығының тамыр жүйесінің жақсы дамуына жақсы әсері бар. Иммунитетін көтеріп, сонымен қатар гүлдеріңіз жақсылап, жайнап, көптеген құрамында витаминдер болғандықтан гүлдеріңіз гүлдеп сіздерді қуантатын болады. Сонымен қатар осылай жапырақтарын асты үстін сүртіп шықсаңыздар, гүлдер жапырағы арқылы да тыңайтқышты өзіне құрамына керекті витаминдерді ала береді. Сонымен қатар осындай су шашатын пульверизаторымыз, яғни су шашатын ыдысымызға осы лавр жапырағының жасалған тыңайтқышымызды құйып алып, гүлдердің жапырақтарын асты үстіне шашып шығатын болса, гүлдердің жапырақтарына шіркей түспеуінің алдын аламыз және гүлдердің иммунитетін көтеріп, гүлдерді жақсы жайқалтып өсіретін боламыз. Және сонымен қатар ауа құрғақтан гүлдердің жапырақтарын ұштар сарғайып, асты жағынан жапырақтары сарғаймайтын болады. Сонымен қатар мен көпшілік арасында дрожж пайдаланады деп естіп жатырмын, бірақ оны әлі пайдаланып көрген жоқпын. Сіздер пайдаланып жүрсеңіздер, пайдасы болса айтып жіберсеңіздер. Сәлем баршаңызға, парақшама қош келдіңіздер. Бүгін парақшамда гүлдерімді 3 түрлі тыңайтқыш жасап қуантайын деп тұрмын. Себебі орхидея гүлім гүлдеп мені қуантайын деп тұр. Аглонема гүлім жаңа жапырақ шығарып жатыр. Зензиім жаңа сабақ шығарып мені қуантып тұр. Сонымен қатар пепероме гүлім жаңа жапырақ ашып, аглонема гүлім детка дейміз, яғни жаңа балапан отростка беріп қуантып тұр. Сонымен малачай гүлім гүлдемей тұр еді, гүлдеп бастады, бутондап қуантты. Басқа гүлдерім жаңа жапырақ ашып, ал декабрист гүлім болса, декабрь айынан бері, осы қазір март айына дейін тоқтамай гүлдеп, бутондап, тағы да гүлін ашайын деп қуантып тұр мені. Сол үшін мен де гүлдерімді 3 түрлі тыңайтқыш жасап, қолданып қуантайын деп жатырмын. Мүмкін сіздер де бұл тыңайтқышты қолданып жүрген шығарсыздар, мүмкін дұрыс қолданбай жүрген шығарсыздар. Қазір видеода барлық көрсететін болам. 3 түрлі тыңайтқыш. Ал кеттік, бастайық. Ең бірінші тыңайтқышымыз бізге для орхидея деген дайын тыңайтқыш ампуладағы. Бұны тек қана орхидея емес, басқа гүлдерге де қолдануға болады. Осындай орхидеяға арналған топырақтың ішінен шыққан болатын. Жасалу жолын көрсетейін. Яғни 1 литрға 1 ампула деп сыртында жазылған. Мен 1 литр тұндырылған жылы суға 1 ампуланың жартысын пайдаланатын боламын. Сонда маған 2 пайдаланғанға жететін болады. Яғни орхидея гүлім гүлдейін деп қуантып тұрғандықтан мені, енді мен де оны қуантуым қажет. Бұны барлық гүлдерге қолдана беруге болады. Мен 1 литр суға жарты ампуласын жақсылап араластырып, егер де сіздерде бұндай для орхидея деген болмаса, магазиннен басқа да түрлерін орхидеяға арналған деген сатып алып, орхидея гүлдеріңіз қуантып тұрсаңыздар, олар тыңайтқыш пайдаланғанды жақсы көреді. Себебі әр суғарған кезде тамыры витаминнің құрамында витаминдерді алып, сіздерді гүлдеп қуантатын болады. Сонымен қатар осы тыңайтқышпен суға батырып алып, мақтаны жапырақтарын сүртіп шықсаңыздар, жапырағының асты үстін бәрін сүртіп шықсаңыздар, жапырағы арқылы да бұл тыңайтқышты алынады. Жапырақтары жақсы өсіп, жап-жасыл болып тұратын болады.
Бұл тыңайтқышты басқа да гүлдеріме қалғанын құйып қоямын. Себебі басқа да гүлдерге де құюға болады. Осындай фитильный поливтегі гүлдерімнің астындағы ыдысына осы тыңайтқышты жартысын қалғанын құйып қоямын. Бұл декабрист гүліме барлық тыңайтқышты қолдана берем. Қазір екі түрлі тыңайтқышты көрсетем, соны да осы декабрист гүлім гүлдеу үшін қолданып жүрмін. Сонымен қатар жапырақтарына жақсылап шашып жүрмін күнделікті. Ал екінші тыңайтқышымыз бұл бананның қабығы. Осы бананның қабығын кептіріп қоямыз, яғни бір апта көлемінде кептіріп қойсаңыз, бананыңыздың қабығы осындай түс болады. Яғни бананның қабығын кептіріп қойсаңыз, осындай қап-қатты болып құрғап тұрады, кеуіп тұрады. Енді осыны алып пайдаланамыз. Яғни жаңағы үйде осындай блендерларыңыз болса, майдалағыш соған салып майдаласаңыздар болады. Болмаса, үйде блендер болмаса, жаңағы кепкен бананның қабығын қайшымен майдалап турап алсаңыздар да болады. Ең бастысы кептірілген болу керек бананның қабығы. Көбісі осы бананның қабығы десе, бананның қабығы жаңа шыбын қаптатып жібереді, шыбын шіркей деп жатады. Ол үшін осылай кептіріп, блендердан өткізіп алсаңыздар, ешқандай шыбын шіркей қаптамайды, себебі ол құрғақ күйінде болады. Әр гүлдің түбіне, топырағына бір қасықтан араластырып жібересіздер. Міне осылай бір апта кептіріп алған бананның қабығын блендермен майдалап аламыз. Осыны жасап жатсам, балам не тамақ жасап жатсын дейді, күнделікті коктейль жасап үйренген, сүтпен бананды араластырып. Енді бүгін гүлдерге тамақ десем, балам күліп жатыр. Міне дайын болды. Бананның кептірілген қабығын осылай майдаласақ, ұнтақ болып шығады. Яғни майда ұнтақтарды енді гүлімізге кесеге салып алып пайдалана берсек болады. Қорғақ өзі бір заварка дейміз ғой, шай сияқты болып шығады. Енді осыны құрғақ күйінде ешқандай суға араластырмай, әр гүлдің түбіне бір қасықтан салып шықсақ, құрамында көптеген витаминдер бар. Сонымен қатар калий витамині бар болғандықтан гүлдейтін гүлдеріңізге, болмаса гүлдемей тұрған гүлдеріңізге болса жақсы өсетін болады. Топырағына осылай ар-бер қопсытқан кезде топырағымен араластырып қойсаңыздар болады. Болмаса бетінен топырақ салып қойсаңыздар да болады. Немесе топырақтың бетіне осылай әр гүлдің түбіне бір қасықтан салып шықсаңыз болады. Сонымен қатар жасыл жапырақты аглонема сияқты гүлдеріңіздің түбіне де салып шықсаңыздар болады. Егер де осы уақытқа дейін бананның қабығын шіркей қаптап кетеді, болмаса гүлімді шіртіп жібереді деп қорқақтап жүрсеңіздер, онда кептіріп осылай гүлдемей тұрған гүлдеріңізге түбіне салып шықсаңыздар, жаңағы бойында калий болғандықтан гүлдеп сіздерді қуантатын болады. Бұл кептірілген болғандықтан еш уайымсыз қолдана берсеңіздер болады. Ал үшінші тыңайтқышымыз бұл кәдімгі мандарин. Бұның қабығын осылай бірден аршып алып, болмаса жаңа бананның қабығы ұқсап кептіріп алып барып, осылай суға салып құйсаңыздар болады. Бірақ құйған кезде суды ыстық су құю керек, яғни шай демдегендей осылай қайнап тұрған ыстық су құю керек үстінен. Бір өзінің хош иісі шығады. Жылы су құймау керек. Ыстық суды құйып, осылай бір күнге қалдырамыз. Яғни пайдалануға ертесіне пайдаланамыз бір күннен кейін. Одан көп тұратын болса, су бұзылып кетеді, гүлдеріңізді шіртіп жібереді. Сондықтан бір күн асырмай, бір күн тұрғаннан кейін қолдана берсеңіздер болады. Ол үшін сүзгіден өткізіп аламыз осылай. Сүзгіден осылай өткізіп алып, сарғыш түске айналып тұрады. Ертесіне сол сары түсті тыңайтқышымызды гүлдердің бәріне қолдана береміз. Сонымен қатар су шашатын пульверизаторымызға құйып алып, гүлдердің жапырақ асты үстіне шашып шығатын болсаңыздар, жаңағы мандарин, апельсин суынан бір хош иіс шығып тұрады. Сол иістен шіркей түспейтін болады және гүлдеріңіз жайқалып өсетін.
Сәлем баршаңызға, парақшама қош келдіңіздер. Бүгін парақшамда осындай гүлдемей тұрған гүлдеріңіз болса, яғни геран гүлін гүлдете алмай жүрсеңіз, және кейбір гүлдеріңіз сабақ жібермей тұрады, жаңа сабақ шығармай, яғни гүлдердің жалпы айтқанда гүлдердің өсуіне әсерін беретін, яғни стимулятор роста деп жатамыз көбіне, янтарин сатып алып жатамыз, сол жаңағы өсуіне әсерін беретін үй жағдайында қолданатын табиғи тыңайтқыш жайлы көрсетіп өтемін. Бұл табиғи тыңайтқыш адамның денсаулығына және бет күтіміне пайдаланатын болғандықтан гүлдерге еш зиянсыз пайдалануға болатын 5 жолын көрсететін боламын. Яғни гүлдеріңіз жайқалып, жақсы тез өсуіне әсерін беретін қоспаның 5 жолын көрсететін боламын. Ал кеттік бастаймыз. Бірінші жасалу жолын көрсетіп өтейін. Яғни бізге қажет осылай бір пиала керек. Одан кейін үйде өсіп тұрған алоэ гүліңіздің бір жапырағы қажет. Алоэ гүліңіздің бір жапырағының астыңғы жағынан алғаныңыз дұрыс, себебі қартайған ең астыңғы жапырағы әсері жоғары болады. Осы алоэ гүлінің бір жапырағын жақсылап майдалап тураймыз. Блендердан өткізіп алсаңыздар да болады. Ол кезде уже су араластырып құю керек болады. Сондықтан осылай бір жапырағын майдалап турап аламыз. Көз мөлшерімен майда турасаңыздар жетеді. Бұл гүлдің жақсы өсуіне пайдасы зор болғандықтан қазір 5 әдісті көрсететін боламын. Ең бірінші жаңағы банкіге 1 литр банкі қажет бізге. Осы жаңағы бір жапырақты алоэ гүлінің бір жапырағын осы 1 литрлік банкіге саламыз. Үстінен кейбіреулер ыстық су құйып жатады екен. Ыстық су жаңағы алоэ гүлінің жапырағының әсерін жоғалтып қалады. Сондықтан мен бөлме температурасында тұрған тұндырылған суды пайдаланамын. Кәдімгі жылы су. Осы жасаған алоэ сығындысы тыңайтқышымызды 1 күн бойға тұндырып қоямыз. Яғни жылы жерге осы тұндырмамызды қалдырамыз 1 күн бойына. Ал ертесіне енді пайдалана беруге болады. Осы қоспамызды сүзіп аламыз. Міндетті түрде гүлдерге сүзіп алып пайдаланған дұрыс, себебі алоэ жапырақтары топырақ бетінде қалып кетсе, уже топырақ бетінде көгеріп жатуы мүмкін. Сондықтан тұнбамызды жақсылап сүзіп алып, қолдана берсек болады гүлдерге. Егер тұнбаларыңыз ашық жасыл түс болса, бірден өзін қолдана беруге болады. Егер қою жасыл көп болып кетсе, жаңағы алоэ жапырақтарыңыз көп болып кетсе, бірге бір су араластырып қолдансаңыздар болады. Бұл жаңағы 5 жолының ең бірінші жолы, яғни гүлдердің түбіне құю арқылы гүлдеріңіздің тамыры ауырмай және гүлдеріңіздің тамыры шірімей жақсы өсетін болады. Яғни гүлдердің тамыр жүйесі дамуына жақсы әсерін береді. Бұны барлық гүлдерге қолдана беруге болады. Ал енді екінші әдісін көрсететін болам. Осылай сүзіп аламыз. Сүзіп аламызда гүліміздің тамырлатуына әсерін береді. Яғни гүлдің тамыры шірімей, жақсы тамырлау үшін осылай гүл тамырлататын суымызға араластырып құюға болады. Гүл тамырлататын суыңызға араластырып құйып қойсаңыз, гүліңіз шірімей, жақсы тамырлайтын болады. Ал келесі әдісіміз үшінші әдіс болып есептелінеді. Бұл әдісті барлық гүлдерге қолдана беруге болады. Алдымен сүзіп аламыз жаңағы алоэ сығындысы тұнбамызды. Осыған ватный диск дейміз, яғни мақтаны батырып алып, жақсылап жапырақтарын сүртіп шығуға болады. Әсіресе орхидея гүлдеріне жақсы, себебі бұл жаңағы гүлдің өсуіне әсерін береді дедік қой. Сондықтан жапырақтары арқылы керемет пайдалы витаминдердің құрамында болғандықтан жапырақтары арқылы әсерін береді. Сондықтан жапырақтарын осылай жақсылап сүртіп шығсаңыздар болады. Сонда гүлдеріңіз жайқалып жақсы өсетін болады. Ал енді келесі әдіс, төртінші әдіс болып табылады. Бұл жаңағы гүлге су шашатын пульверизаторымызға жаңа алоэ сығындысы
қосылған тұнбамызды құйып алып, жақсылап гүлдерге шашып шығару арқылы қажетті витаминдерді жапырағы арқылы береміз, және жапырағының жапырағының астына шашу арқылы гүлдердің шіркейден түсуіне алдын аламыз. Сонымен қатар гүлдің жақсы жайқалып өсуіне әсерін береді. Ал енді келесі 5-ші әдіс. Ол жаңағы гүлдің ұрығын сатып аламыз, немесе үйде тұрған гүлдің ұрықтарын осы тұнбамыз арқылы көп процентін шығаруға болады. Яғни бірінші осы тұнбамызды сығып алып, осы суымызға ұрығымызды жарты сағатқа батырып қойып барып ексеңіздер, ұрықтарыңыздың көп проценті шірімей шығуына жақсы көмектеседі. Ал сіздер гүлдеріңіздің жайқалтып өсу үшін осы әдістерді қолданып жүрсіздер ме? Және парақшам пайдалы болса, парақшама тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып өтсеңіздер қуанып қалам, және достарыңызбен бөлісіп отырсаңыздар, оларға да пайдалы ақпарат болатын болады. Парақшамда видеомды уақыт бөліп қарағандарыңызға үлкен рахмет. Сәлем баршаңызға, парақшама қош келдіңіздер. Бүгін парақшамда осындай гүлдердің жапырақтары жап-жасыл болып, жаңа жапырақ шығаруына және жақсы өсуіне, және кейбір гүлдерді байқасаңыздар, астынан бір жапырақ сарғайтып тұрады. Ол көбіне жарық жетіспегендіктен, немесе тыңайтқыш жетіспегендіктен болып жатады. Сондықтан, егер кейбір гүлдеріңіз осылай гүлдемей тұрса және бутондарын шығармай тұрса, онда осы қалғы арасында кеңінен таралған тыңайтқыш жайлы айтып өткім келеді. Егер гүлдеріңіздің жапырақтары жап-жасыл болып жақсы өссін десеңіз, және жаңа жапырақ шығарып сіздерді қуантып тұрса, және жақсы өсіп, одан кейін жаңағы гүлдеріңіздің астынан жапырақ сарғайтпасын десеңіз, және кейбір гүлдеріңіз гүлдемей тұрған гүлдеріңіз гүлдеп қуантсын десеңіз, онда осы тыңайтқышты қолдануға ұсынамын. Себебі пайдасы өте көп, ешқандай гүлдерге зияны жоқ, тәжірибеден өтілген, сондықтан жасап көрулеріңізді ұсынар едім. Гүлдеріңіз осылай жаңа сабақшы беріп, гүлдеп, жаңа жапырақ шығарып сіздерді қуантатын болады. Және гүлін ұзақ ұстап қуантатын болады. Ал кеттік, бастаймыз. Ол үшін бізге керек осындай 1 литрлік банка. Осы 1 литрлік банкамыздың үстіне бөлме температурасында тұрған тұндырылған жылы суды құйып аламыз. Банкамызды толтырып құймаймыз, себебі бізге үстінен қайнап тұрған ыстық суды құю керекпіз. Осылай ыстық суды үстінен құйып аламыз, сонда банкамыздағы суымыз жылыдан жоғары болу керек, бірақ қатты ыстық болмау керек. Міне, қол салғанда жылыдан жоғары болып тұрса жеткілікті. Енді осы жасаған жылы суымызға пайдаланатын тыңайтқышымыз ол аспаркам. Аспаркам деген адам денсаулығына пайдалы, ешқандай зияны жоқ. Бұл құрамында калий, магний, витаминдер бар болғандықтан гүлдерге де пайдалы. Мысалға, калий гүлдердің бутонын шығару үшін болса, магний болса гүлдердің әдемі гүлдеп тұруына және гүлін ұзақ ұстап гүлдерін ашып тұруына жақсы. Бұл барлық гүлдерге бола береді, 2 жолмен қолдануға болады. Қазір 1-ші жолын жасап көрсетейін. Егер де 1 литрлік банкаға жасайтын болсаңыздар, онда 1 таблеткасын қолданасыздар. Егер де 2 литрлік банкаға қолданатын болсаңыздар, 2 литрлік банкаға 2 данасын салсаңыздар болады. Қазір 2-ші жолын көрсетем. Қазір 1-ші жолы осы майдалап қасықпен ұнтақтап аламыз. 1 аспаркам таблеткамызды өзі өте жеңіл ұнтақталады. Кәдімгі майда ұнтақ, біркелкі ұнтақ болу керек. Бұл барлық аптекаларда сатылады. Аты аспаркам. Аспаркам деп алсаңыздар болады. Міне осылай жақсылап суымызға араластырып аламыз. Біркелкі болу үшін әбден ұзақ уақыт араластырамыз.
міне өзі тез ерігіш келеді және суымыздың түсі сәл осындай бұлыңғыр түс болды. Өзгереді, осылай түс болып ештен кетпейді. 1 литрға 1 таблетка салынады. Міне осыны жасыл жапырақты гүлдеріңіз сарғаймай жақсы өссін десеңіздер, астынан 1 жапырақ сарғайып тұрған гүлдеріңізге құйып шықсаңыз болады. Гүлдеп тұрған гүлдеріңізге құйсаңыздар гүлдеп қуантатын болады. Халқы арасында көп қолданылады негізі. Мен өзімде гүлдеріме құйып көрсетіп жатқандықтан еш уайымдамай тәжірибеден өткен гүлдеріңізге қолданып көрсеңіздер болады. Ал енді жаңағы аспаркам таблеткасын қолданылудың екінші түрін көрсетейін. Ол үшін бізге аспаркамның 1 таблеткасы керек және гүлдің түбіне осы аспаркамның 1 таблеткасын топыраққа көміп қоюға болады. Немесе топырақ бетіне тастап қойып, үстінен суғаруға да болады. Егер горшогыңыз кішкентай 1 литр шамасында болса, 1 таблеткасын көміп, егер горшогыңыз үлкен болса, онда 2 таблеткасын көміп қоюыңызға болады. Бұл таблетканы көміп қою арқылы, үстінен су құю арқылы сіздер гүлдеріңізге жаңағы таблетканың калий, магний витаминдерін бере аласыздар. Егер осы аспаркам таблетканы қолданып жүргендеріңіз болса, комментарияға жаза өтіңіздер, себебі мен білемін, көбісі қолданып жүр, себебі бұрынғы видеоларым астында комментарияда көбісі жазады, жаңағы көбіне аспаркам пайдаланамыз деп, топырағына көміп қою арқылы және суға араластырып құйып қолданып жүрміз деген. Егер парақшам пайдалы болса, тіркеліп, қоңыраушаны басып, достарыңызбен бөлісіп, және лайк басып өтсеңіздер, өте қуанып қаламын және алдағы уақытта жақсы видеолар түсіретін боламын. Қош сау болыңыздар. Сәлем баршаңызға. Гүлдеріңіз гүлдемей тұрса, осы әдістерді жасап көріңіз. Ең бірінші бізге гүлдің горшогы тар болу керек. Сонда гүлдің тамыры қысылып, күшті жоғары қарай жұмсап, гүліңіз гүлдейтін болады. Ал екінші, гүлдің топырағы құнарлы болу керек. Яғни ескі топырақ болмау керек. Құнарлы топыраққа перлит, агробальт, универсальный, одан кейін вермикулит тағда басқа араластырып жақсылап ексеңіз болады. Үшінші, гүліңіз гүлдемей тұрса, онда гүліңіз жарық жеткіліксіз жерде тұр. Ұзақ түсетін, жарық жақсы түсетін терезеңізге орын ауыстырып көріңіз. Мұнда қазір менде декабрист гүлім гүлдейін деп тұр екен, қуанып тұрмын. Алдында қызыл бүршік атып тұрғанға ойлағанмын, жаңадан шығарайын деп тұрған жапырақ екен деп, жоқ, бүгін қарасам, домалақ бутондары 5 жерден гүлдейін деп тұр екен. Бұл декабрист гүлім салқын терезеде тұр. Декабрист гүлі суды көп құйғанды ұнатпайды, салқын жерде тұрғанды ұнатады. Төртінші, мынау бананның қабығы мен лимонның сығындысын қолдан удобрение жасаймыз, яғни үй жағдайындағы тыңайтқыш. Қазір видеоның соңында толық жасалу жолын көрсетіп өтем, қазір құйған жолын көрсетейін. Ол үшін бізге 50% осы бананның суын құйып аламыз, және осы 50% құйған тыңайтқыштың үстіне тұндырылған суды тағда 50% құямыз, сонда 100% араласқан болып шығады. Жақсылап араластырып, осылай әр гүліміздің түбіне 2 қасықтан 3 қасықтан құйып шығамыз. Негізі суғара берсеңіздер де болады. Менде просто гүліме кеше су ішкен гүлдер болғандықтан 2-3 қасықтан құйып тұрамын. Осылай құйып тұрсаңыздар да болады, суларына араластырып. Егер гүлдеріңіздің горшогы үлкен болып, жарық жеткіліксіз жерде тұрып, топырағы құнарсыз болса, бұл удобрениені құйғаннан пайда жоқ. Егер жаңа горшогын тар горшокқа егіп, жарық жеткілікті жерге қойып, сосын құнарлы топыраққа егіп, сосын барып осы удобрениені құйсаңыздар гүлдеріңіз гүлдейді. Осымен қатар жақсылап жапырақтарына шашсаңыздар да болады. Бұл тыңайтқышты жапырағы арқылы да пайдасы тиеді. Ал сіздер гүлдеу үшін қандай әдіс қолданып жүрсіздер? Осы 4 әдісті қолданып көріңіздер, одан кейін гүлдеріңіз гүлдейтін болады. Банан қабығының ішінде калий болғандықтан, калий гүлдетуге арналған жақсы витамин болғандықтан, осы удобренияны мен көбіне пайдаланамын.
Бұл тыңайтқышты айына бір рет пайдалансаңыздар болады, немесе бір рет жай сумен суғарып, екінші рет кәдімгі осы тыңайтқышпен бір рет суғарып, чередовать етіп отырсаңыздар болады. Сонда гүлдеріңіз осылай бутондап, әдемі болып, гүлдеп, сіздерді де қуантатын болады. Осы әдістерді қолданып көріп, комментарияға нәтижесін жазып өтсеңіздер қуанып қалар едім. Ал енді осы удобренияны жасалу жолын толық көрсете кетейін. Бізге 1 литр тұндырылған су қажет, оған 1 штук лимонның кескіні қажет, одан кейін 1 бананның қабығы керек. 1 литр суға, тұндырылған суға осы 1 штук банан мен лимонды толық салмаймыз, 1-2-3 кескінін салсақ жетеді. Осылай жылы суға салып қойып, 1 күн тұрып, сүзіп қолдана береміз. Сәлем баршаңызға, парақшама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлзат. Ал бүгін гүлдерімді байқасам, кейбір гүлдерім жаңа сабақ жіберіп, ал кейбір гүлдерім гүлдейін деп тұр екен. Ал кейбір гүлдерім жаңа отростиктер шығарып, және сонымен қатар жаңа жапырақ шығарып, мені қуантып жатыр. Ал бірақ кейбір гүлдерім осылай астынан бір жапырақты сарғыштау етіп түсіріп, сарғайтып тұр екен. Ал кейбір гүлдерім гүлдеп мені қуантып жатыр. Ал енді мен де бүгін оларға қуантып күтім жасайын деп шештім. Сіздермен бірге көрсететін болам, яғни бөлісетін болам. 2 тыңайтқыш түрін жасайтын болам. Ал 2 тыңайтқыштың біреуін 4 жолмен қолдануға болады бір гүлге. Яғни барлық гүлдерге болады, бірақ бір тыңайтқыштың өзін 4 жолмен қолдансақ болады. Ал жасап көрсететін боламын қазір сіздерге. Және сонымен қатар кейбір гүлдеріңіздің жапырақтары жап-жасыл, жаңа сабақтары жуан болып жақсы өссін десеңіздер, әрине ол тыңайтқыш жасап тұруымыз керек. Сондықтан сіздермен бірге бөлісіп көрсетейін деп шештім. Ал кеттік, бастаймыз. Бізге ең бірінші 1 литрлық банка керек осындай. Ал енді бізге бөлме температурасында тұрған осындай тұндырылған жылы суымыз қажет. Осыны 1 литрлық банкаға толтырып құйып аламыз. Қатты ыстық, қайнаған су деп бөлмейміз. Бөлме температурасында тұрған кәдімгі жылы су, тұндырып қойған, алдын ала құйып қойған. Ал енді осы 1 литрлық банкамызға карнивинді суға араластырып құятын боламыз. Себебі карнивинді негізі біз көбіне гүл тамырлатқышқа қолданамыз ғой. Ал суға араластырып, осындай жаңадан еккен отросткаларыңызға құйсаңыздар, тамыр жүйесі ары қарай жақсы алып кетіп, яғни тамыр жүйесі дамуына жақсы. Сонымен қатар осылай суға араластырып пайдалансаңыздар да болады карнивинді. Гүліңізді тез тамырлату мақсатында. Ал гүлдеріңіздің тамыры жақсы дамып өсу үшін осы тыңайтқышты суға араластырып құятын боламыз. Яғни гүлдердің тамыры жақсы өссе, яғни гүлдерде жаңа жапырақ ашып бастайды. Сондықтан бірінші тамыр жүйесін дамыту үшін өспей тұрған гүлдеріңізге осындай 1 литр тұндырылған жылы суға осындай 1 қасық етіп салып, карнивинді араластырып, бұл гүл сататын дүкендерде сатады, карнивин тамырлатқыш деп алсаңыз болады. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Суымыз осылай ақ түс болады. Енді егер де суларыңыз осылай толмай қалса, үстінен су құйып жіберсеңіз болады. Ал 1 литрлік банкаңыз тола болса, онда ешқандай су құймай, өзіне 1 литрлік банкаға 1 чай қасық осы карнивинді араластырып жіберіп, гүлдердің бәрін түбін суғарып шықсаңыз, шөлдеп тұрған гүліңізді, осылай жаңағы фитильный поливке құйып қойсаңыз, гүлдеріңіздің тамыр жүйесі жақсы дамып, жақсы өсетін болады да. Содан кейін гүлдің тамыры жақсы өскеннен кейін гүлдеріңіз жаңа жапырақ ашып, анау гүлдеп тұрған гүлдеріңіз ұзақ уақыт гүлін ұстап, сіздерді қуантатын болады. Яғни гүлдеріңіз жақсы өсіп тұру үшін тамыры жақсы даму керек. Сондықтан осы карнивинді тамыр дамытқыш ретінде қолдансаңыздар болады. Ал енді екінші
тыңайтқышымыздың жасалу жолын көрсетейін. Бізге керегі 1 литрлік ыдыс осындай. Осы 1 литрлік ыдысымызға ысқылтым су құйып аламыз, яғни қатты қайнап тұрған, буы шығып тұрмаған су, сәл жылдан жоғары ысқылтым су. Осылай жарты банка етіп құйып аламыз, жарты литр қып, яғни 1 литрлікті. Енді осыған осы гвоздика, яғни адам денсаулығына да пайдалы, бұл гүлдерге де жақсы. Гвоздика қазақшасы қалампыр дейміз. Өйстіп жаңағы дүкендерден алсаңыз болады. 3 данасын осылай жаңағы ысқылтым жарты литр суымызға салатын боламыз. Сосын бетін жауып қойып, 1 күнге қалдыратын боламыз. Осы жасап қойған тұнбамызды сол күні қолданбаймыз, 1 күн бойы тұру керек. Осы қалампыр күшін суға жіберу керек. Бұл гвоздика гүлдерге пайдасы өте жоғары, құрамында көптеген витаминдер болғандықтан және тамыр жүйесінің ауырмауына жақсы. Сонымен қатар шіркейден сақтайды. Ал осылай жарты литр суымызды ыстық су қалампыр салып қойғаннан кейін, 1 күн болғаннан кейін ертесіне қолданатын боламыз. Үстінен бөлме температурасындағы жылы суды құятын боламыз. Сонда суымыз 1 литр болады. Енді қолдана берсек болады. Бұны айына 1 рет барлық гүлдерге қолданамыз. Гүлдердің сонда тамырлары ауырмай, құрамында көптеген витаминдермен әсерінен жақсы гүлдеріңіз өсетін болады. Осылай әр гүлге шөлін қандырып, суғарып шығамыз. Бұл енді жаңа гвоздика тыңайтқышымыз, гвоздикадан жасалған тыңайтқышымыздың бірінші әдісі, ал енді екінші әдісі ол осы жасаған тыңайтқышымызды құйып аламыз да, және осыған мақтаны батырып, гүлдеріміздің жапырақтарын жақсылап сүртіп шығамыз. Жапырақтарын асты үстін жақсылап сүртіп шықсақ, гүлдеріміздің жапырақтарына шіркей түспейтін болады, және жапырақтары арқылы көптеген витаминді сіңіретін болады. Гүлдеріңіз жақсы өсетін болады, және гүлдеріңіз әрі шаңнан тазарып, жылтырап, жақсы әдемі түс беріп тұратын болады. Себебі гүлдердің жапырақтары шаң болып тұрса, гүлдерде жапырақтарын арқылы бір фотосинтез жүрмей қалады да, гүлдердің жапырақтарының тесігі бітеліп қалып, дұрыс өспей қалады. Ал үшінші әдісіміз, жаңағы бірінші тыңайтқыштың үшінші әдісі, ол жаңағы су шашатын ыдысымызға құйып алып, осы тыңайтқышымызды гүлдердің жапырағына құйып шашып шықсақ, жапырақтары жайқалып, жап-жасыл болып өсетін болады. Және шіркейден сақтайтын болады алдын ала. Осылай ыдысқа құйып алып, барлық гүлдеріміздің жапырақтарына шашып шықсақ болады. Ал осы гвоздиканы 4-ші әдіспен де қолдансаңыздар болады. Яғни 3 данасын алып, бір горшокқа жаңағы бас жағындағы гүлін топыраққа тығып қойсаңыздар болады. Осылай да құрамында витаминдері гүлдерге тамырына бара береді. Себебі гүлге жаңағы топырағына тығып қойғаннан кейін біз үстінен су құямыз. Әр суғарған кезде жаңағы құрамындағы витаминдер гүлдерге сіңіріліп отыратын болады. Сонымен қатар гүлдердің жапырақтарына да жақсылап шашып шықсаңыздар да болады. Гүлдеріңіз осылай жайқалып, жапырақтары жап-жасыл болып, қуанып қалатын болады. Осы көбісі сұрақ келеді, гүлдерге күнделікті су шаша берсе зияны бар ма деп. Жоқ, ешқандай зияны жоқ. Әсіресе жазда, қыста ауа құрғақтан күнделікті су шаша берсеңіздер де болады. Ал егерде қолдарыңыз босамаса, көктемде және күзде бір мезгіл анда-санда шашып тұрсаңыздар да болады. Гүлдерге су шашу арқылы жапырақтарын шаңнан тазартып, және сонымен қатар шіркейдің түспеуін алдын алатын боласыздар. Сіздерге пайдалы ақпарат болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып өтіңіз.